Армысыздар, ардақты ағайын, бармысыздар, аса қадірменді отандастар. Мінекей Voice Project әдеби жобасы жалғасуда. Және де бүгінгі қонағымды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Бұл Қазақстанның көрнекті ақыны, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткері, Жалын журналының бас редакторы және де танымал шығармалардың авторы Ғалым Жайлыбай. Ақ пен қараның, қараңғы мен жарықтың мәңгілік тайталасы, ақын жырларының негізгі өзегі. Өмір суреттерін өзінше көріп, ашық бояумен елестететін Ғалым ағамның туындыларының ерекшелігі оның тілінде бейнелік сипатында. 1928 жылы қыркүйектің 3 жұлдызында Арқа жерінде ұйымдастырылған Сарысу ауданның орталығы Ақкеңсе деп аталады. Бұрынғы 5 болыс Тама, 2 болыс Тарақты, 15 ауыл осы жаңа ауданның құрамына енді. Сталиннің кіші қазан төңкерісі, байларды кәмпескелеу, Қараноғай оқиғасы, созақ көтерілісі бір-біріне жалғасқан елдің үрейін алар оқиғалар болды. Арбашқан ел 1932 жылы қарашаның 24 жұлдызында Әулие атаның бетке алып босты. Аштықтан, жұттан қырылған елдің Шабақты өзенінің бойына Байқадамға жеткені 500-дей түтін ғана. Ал Сарысу өзені бойынан кеткен ел 2,5 мыңнан аса шаңырақ болған. Дерек көздерінен Ғалым Жайлыбай өзінің Тама көшкен поэмасынан өзінсін оқиды. Қарсы алыңыздар. Дүние алай-түлей астан-кестен, бұл қазақ сан тағдырды бастан кешкен, баяны жоқ ғұмырда байыз таппай, астан-кестен тірліктен қашқан көшкен, көлдері болса дағы шалқар нұрлы, бұл қазақ бастан кешкен сан тағдырды, бар иті замандардың шәуілдеген, тарихы біздің елдің қалқан мұңлы. Бабалар батыр еді, өртектеді, кәдімгі ертөстікте ертектегі, қолыма қалам алдым енді бүгін, өлеңнің өрнегімен зер төккелі, айтқалы бүтін сөзін ендігінің, қолыма қалам алдым енді бүгін, азаптың аңызағы аңыратты, қазақтың желді күнін, шерлі күнін, шалқытар шалқарыңды шабыттағын, үстімен туған жердің қалықтадым, қаузына симай өскен жанның гүлі, аузыма сөз сала көр, жарықтаңым, аян ғой бұл фәнидің мәңгемесі, жүзсе де айдыныңда ар кемесі, қуырар табаға сап рухыңды, 20 ғасырдың қанделесі, ол жайлы сарыарқаның бел айтады, жел айтады, жаныңды жеп айтады, бүгінге аман жеткен ер айтады, жазира жаңарқаның ел айтады, түскенде талапайға тағдырлары, ағалар арман айтқан алдымдағы, жусанның жанарынан жас көргенмін, қараған тамырында қанныңдағы, таппадым көш жолынан көңілемін, не деген түкке тұрмас өмір едің, бетпақтың бедеу белі бедірейсе, елсізде екіндіде еңіредім, Алланың добекен ғой басың адам, көзіңнің кеппей қалса жасы жаман, тағдырың талапайға түскен сонда, тәспихтің тасындай боп шашыраған, тұлпардың үлгерместен таң асырып, ақ таңда ала бұртып, ала сұрып, бетке алып Қаратауды тартқан дейді, арқадан ауа көшкен нағашы жұрт, ерлері асып талай тудалаштан, тағдырдың тайғақ жолы қуған асқан, арқадан ауа көшкен қалың Тама, бетке алып Қаратауды шудан асқан, ередің сан айқаста жолың болған, жасалды бетпақ жонда қорым қолдан, Таманың басып кеткен ізін көрдім,
Уфадан, Қазан, Орал, Орынбордан еріксіз келген кезде көшіреті, мынау ел қайда тартты осы беті, алыспен арқа менен шу арасы қан ішкен. 1932 бұл елдің бағыланы саңылағы, арқадан ауа көшіп аңырады, солардың ізін кесіп жолға шықтым, қолда деп қара бура әруағы, басынан қара таудай қаранардың, көз салып көш жолына қарағанмын, Тасыбай Жолдыбайдай қос әулие, басыңа түнеп барып қалам алдым, жайқалса ұрпағыңның кемел бағы, күн ертең бір сөз қалар менен дағы, қол жайып сапарыма батаңды бер, ел сүйген еру екең ел ардағы, ел сүйген Ерубайда ел ұраны, бітпейді ұрпақ барда өмір әні, арыңның омырауы қанағысса, жанымның қоңырауы қағылады, жауларын жонасырған жосылдырып, тосылдырып, рухымен шошындырып, аңызда аңызаққа ұрындырмай, Есентай қосағалы қосыңды тік, барыңды талмай уақыт тонап алып, кетсекен мынау көштің жола қарып, алдымды алдаспанмен алашташы, қазанда қан жаудырған шоран әрік, мынау көш қаралы көш, жаралы көш, жапсарын білгін келсе маған ілес, айырылған жалғызынан ананы кеш, арқадан ауа көшкен таманы кеш, кеш бәрін аспандағай кештің бұны, бұл ғұмыр жалғыз сәуле бес күндегі, кеңесті керемет деп ес білгелі, көмескі тартып кетті. Көштің жолы жыл өткен, одан бері ғасыр өткен, жылжымай көш керуен қасіреттен, батпаққа бақыт бағы бата-бата, бетпақта бабалардың басы кеткен, кеппеген көздерінің жасы қарғам, бабаңның бетпақ жонда басы қалған, шашылған сүйектерін тасып алғам, арайы азаттықтың асыл арман, үзілген ортасынан талай әні, Сарысу қандай ғажап саяң әлі, қайғымен көз жасынан жаралған жұрт, бауырында Қаратаудың қараяды, көзімнің демесе де жасы кепті, жыл өтті, содан бері ғасыр өтті, ықылас қобызының сағағындай, сүгірдің күйлеріндей қасиетті, нәріздеп алатаңынан қара кештен, есінен көш керуен тана көшкен, сол жайлы не айтасың самал ескен, сондағы соқпаған ау тама көшкен.